Сәлем, қалайсың? Бұл не жаңалықтың арнайы шығарылымы. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Бүгінгі бағдарламада 2019 жылды қорытындылаймыз. Биыл жақсы да жаман да жаңалықтарға куә болдық. Жақсы да жаман да емес оқиғаларды бастан кештік. Соларды бір еске түсіріп алайық. Құрметті қазақстандықтар, бұл жыл біз үшін табысты болды. Биылдан бастап осы сөздерді басқа президент айтады. Екінші президент 19 наурызда Қазақстан тарихында алғаш рет мемлекет басшысы ауысты. Не жаңалық бағдарламасын жасайтын да, көретін де адамдардың 90%-ы Назарбаев дәуірінде туып, өсіп, өніп, дүниеге басқа адамдарды әкеліп үлгерді. Баршамызға игілік сыйлаймын деп таққа Тоқаев отырды. Ол Назарбаевпен ақылдасып, уақытша президент деген сөзден арылу үшін мерзімнен тыс президент сайлауын өткіземіз деді. Сайлау алды науқанда халық Әміржан Қосановпен танысты. Сайлауға дейін бұл саясаткерді Қазақстанда ары кетсе мың адам білген шығар. Бірақ жазда қалайша Қосановты танымайсың, ол ұлт тағдыры үшін жанын қиятын адам деген сөздерді көп естідік. Қосановты білмеу өз ұлтынды сатумен тең сияқты көрінді. Халық оның жеңісін қатты қалады. Тек Әміржанға ол жеңіс мүлдем керек емес болған. Ол театрдың жай ғана статисі болуға келіскен. Басты рөлдегі актер атануды армандаған да жоқ. Бұлай қарап тұрсақ, сайлауда көп дауыс жинау Қазақстанда өте оңай екен. Ұлтым, тілім, жерім деп шырылдасан, айтыскерді алдап кетсең, және дос көшімнің досы болсам болды. Айтпақшы, біз неге сонша Қосановқа ренжідік те оны ұсынған көшімді айыптауды ұмытып кеттік. Сайлауда халықтың көп дауысын жинау өте оңай. Бірақ көп дауыс жинау президент атану деген сөз емес. Шынында да тәуелсіз Қазақстан жас бала сияқты шығар. Біз әлі өзімізге ненің дұрыс екенін білмейміз. Сайлау нәтижесі әділ болып, Қосанов ұтып кетсе қалай болар еді? Ол елді басқара алар ма? Тіпті Тоқаевтың өзі қиналып жүр. Әр шешімін елбасымен мақұлдасуға мәжбүр. Халықтың Тоқаевқа дауыс бергісі келмеуінің тағы бір үлкен себебі болды. Оның президенттікке келе салып ұсынған бірінші шешімі көбінің көңілінен шықпады. Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстанды астанасынан айырды. Дәлірек айтқанда, Астана сөзіндегі бас әріптен бас тартқызды. Енді Қазақстан Республикасының елордасы Нұр-Сұлтан деп аталады. Нұр-Сұлтан. Жақында Алматының да атын ауыстыру жайлы сөз қозғалды. Олжас Сүлейменов ағамыз Алматы сөзі кең ұғымға ие емес екен. Тарихи атауы Алма-Ата болсын деп ұсыныс тастады. Алма-Ата. Сүлейменов бұл идеяны Тоқаев қолдап отыр деп қуанды. Бірақ президенттің кеңесшісі Ерлан Қарин Қасым-Жомарт Кемелұлы мұндай маңызды мәселелерді ат үсті және халықтан жасырын шешуге болмайды, оны ел азаматтарының пікірін зерделеп, қала тұрғындар дауыстарының басым көпшілігін ескере отырып шешкен жөн деп санайды, деді Сүлейменовтің айтқаны жоққа шығарып. Сонда Нұр-Сұлтан атауын қойғанда, президент неге ел азаматтарының пікірін зерделеп, қала тұрғындары дауысының басым көпшілігін ескере отырып шешпеді екен? Қасым-Жомарт Кемелұлы. Қасым-Жомарт. Тоқаевта негізі жаман емес дейтін алғашқы ойлар маусым айының аяғында жиірек естіле бастады. Өкінішке орай Қазақстан ауыр күндерді бастан өткерді. Түркістан облысы Арыс қаласына жарылыс орын алып, қала жаппай эвакуацияланды. Сол кезде тараған осы видео көпшіліктің жүрегін елжіретті. Ресми ақпарат бойынша Тоқаев сөзінде тұрып, қала толық қалпына келді. Егер сіз Арыс қаласының тұрғыны болсаңыз, немесе жақын арада сонда қонаққа барсаңыз, жағдайды сипаттап пікірде жаза кетіңіз. Биыл қазақстандықтар біраз елге саяхаттап қайтты. Мен мысалы Филиппин аралдарында талай таң атырып кеш батырдым. Соның барлығы 3 әріптің арқасы. VPN. Қазір архаизм сөз сияқты, бірақ биыл 6-дағы баладан 60-дағы қартқа дейін VPN дегеннің не екенін біліп алды. Биыл интернеттің телевиденияны басып озған ерекше байқалды. Оны мемлекетте түсінді. Сондықтан сайлау кезінде өз интернет әскеріне көп үміт артты. Сәлем social медиа барлық трендті жаулап алып, интернетті хабарына айналуы тиіс болған. Бұл жобаның өмір сүру үшін халықтың ақшасы кетіп жатқаны анықталып, Сәлемнің бет ашылғанда біраз блогерлер істен алшақтауға тырысты. Кейін қайтып оралғандары да жетерлік. Негізі Сәлемнің қаржысына түсірілген дүниелердің бәрі шлак емес. Олардың ішінде де шедевр бар. Мысалы, Қайрат болма адам бол. Қайрат 2, арақты қоямыз. Қайраттың кім айырды? Қайрат болма Ван-Дам бол деген сияқты видеолар. Бірақ қарапайым Қайраттың алғашқы серияларында Сәлем соушылдың қолтаңбасы байқалмайды. Қазақстан халқы бір отбасының қайғысын бір ел болып сезінді.
Астанадағы Ситер жанұясында 5 баланың қазасына жыламаған жан аз. Бұл қайғының орын алуына жұрт билікті кінәлады. Ешкім де мұндай ауыр апаттың қайталанбасына кепіл бере алмады. Қазақстанның бірнеше қаласында көп балалы аналар наразылыққа шығып, үкіметтен жағдайы төмен отбасыларға әлеуметтік қолдауды күшейтуді, жәрдемақыны көбейтіп, жеңілдіктер енгізуді, тұрғын үй мәселесін шешуді талап етті. Ситер отбасындағы қайғы ешкімді бейжай қалдырмады. Мүмкін бұл жағдай басты саяси шешімдердің де қабылдануына ықпал болған шығар. Негізі 2019 жыл сұмдық жаңалықпен басталған. 1 қаңтарға қараған түні Древний Рим қарағандылық мейрамханада қонақтар арасында келіспеушілік пайда болып, соны төбелеске ұласты. Нәтижесінде бір адам қаза тауып, 3 адам жарақаттанды. Қаза тапқан 23 жасар Жансейіт Рахымжан Бақытжанұлы. Жанжалға әртүрлі ұлт өкілдері қатысқандықтан дау шиеленісе түсті. Олардың есімдері Каир Надырбеков, Торгом Малхасян, Сохак Малхасян, сонымен қатар Гугуры Нарек есімді адамға іздеу салынды. Орын алған қайғыға желі қолданушылары ұлтараздық сипат беруге тырысты. Тұрмыстық жанжал үшін барлық армян диаспорасын айыптауға асыққандар табылды. Жаман адам болады, бірақ жаман ұлт жоқ дегенді ұмытып барамыз ба? Ал маусымның 29-ы теңіз кенішінде жанжал орын алды. Ресми дерек бойынша 40-қа жуық адам зардап шеккен. Әлеуметтік желіде тараған видеоларда жилет пен каска киген бір топ жұмысшы басқа жұмысшыларды тепкілеп соғып жатқаны көрінеді. Атырау облысы әкімдігі басында жанжалға WhatsApp мессенджерлерінде тараған сурет түрткі болғанын айтқан. Жергілікті жұмысшылар сурет қыздың ар-намысын таптау деп есептеген. Қыздың ар-намысын қорғаймыз деп өз тұрмыстық жағдайларын жақсартып алғысы келгенде болар. Мәселе суретте емес, видеода деп басқа жігіттің мүлдем басқа қызбен болған махаббатын көрсетіп жарысқандар да болды. Биыл жазда Қазақстаннан пана таппаған Сайрагүл Сауытбай Швецияға қоныс аударып кетті. Қазақ азаматшасына айдаладағы Швеция жақынырақ бола түсті. Сондай-ақ қазан айының басында Қытай қазақтары Қастер Мұсаханұлы мен Мұрагер Әлімұлының Қазақстанға шекараны заңсыз кесіп өткені туралы ақпарат тараған. 14 қазанда Алматыдағы адам құқығын қорғау бюросында өткен баспасөз мәслихатында Қастер Мұсаханұлы Шыңжандағы саяси лагерде қамауда болғанын, Мұрагер Әлімұлы Қытайда қысым көргенін айтқан еді. Қазан айының ортасында Ұлттық қауіпсіздік комитеті оларды шекарадан заңсыз өтті деп айыптады. Қытайға қайтарылды деп мәлімдеді. 2019 жыл жастар жылы. Дәлірек айтқанда 2019 жыл жастар жылы деп айту жылы болды. Мүмкін жаңа президент тұңғыш президентке қарағанда 13 жасқа кіші екендігі жастарды қолдау шығар. Жастар жылында бір жас жігіт ерекшеленді. Жас отан жастар қанатының Алматыдағы төрағасы Мәди Ахметов Назарбаев даңғылында ескерткіш орнатуды ұсынды. Назарбаев былай деп жауап берді. Әр жерге, ел мен жер атауына менің атымды беруге мен жалпы қарсымын. Алдарыңызда отырмын ғой. Ескерткіштің не керегі бар? Бірақ ұсыныс айтылып жатса, барлығы менің қолымда емес. Президент емеспін ғой. Халық солай шешсе, мен оған қарсы бола алмаймын. Мәди Ахметов арманы орындалмайтынын түсініп қатты қынжылыпты. Болашақ нұротандық Назарбаев көшесінен тұңғыш президент паркіне дейін такси шақырып, онда орналасқан елбасының ескерткішінің қасына барып, жылап жіберді дейді көрген жұрт. Жастар жылын бәрінен де терең Нұрғали Нүсіпжанов түсінді. 82 жастағы көкешім биыл тағы да үйленді. Таңдаған жары Жадыра Сейдеш 1982 жылы дүниеге келген. Бірақ жыл тойы номинациясында бірінші орын Айзаданың ұзатуына кетті. Павлодар қаласында 21 шілдеде өткен ұзату қазақтың салт дәстүрлеріне сай өтті. Алайда жігіт жақтан 3 адам келген. Себебі сенегалды құдалар сонау Франциядан көп болып сапар шеге алмады. Махаббат жасқа, ұлтқа, нәсілге қарамайды. Бақытты болсын. Махаббат тіпті жынысқа да қарамайтын сияқты. Негізі бұл номинацияда Лондондағы Айдар Кумбаев пен Рафаэль Кастро де Мескитаның тойы ұтып кетуі әбден мүмкін еді. Бірақ желіде тараған видео 2017 жылы түсірілген. 2019-ның аяғында біз не жаңалық бағдарламасын аштық. Енді келер жылды қорытындылаған кезде көрермендердің саны көбейіп, жақсы жаңалықтар легі молырақ болсын. Келе жатқан жаңа жылдарыңызбен. Осы видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздің парақшаға тіркеліңіздер. Келесі жылы аман есен кездескенше. Новый год, я
мечтаю об одном: купить маме новый дом, поменять отцу авто. Каждый Новый год я хочу быть рядом с той, что мечтает быть со мной и подарит мне любовь. И поэтому каждый Новый год я работаю как вол 24/7, без выходных дней. Забываю про сон, нон-стоп, он топ, я иду вперед. Пролетая насквозь этих многоэтажек, мне говорят: не брось, тебе надо ебашить. И да, каждый год я мечу в топ, без лишних слов, без лишних. Каждый Новый год я мечтаю об одном: купить маме новый дом, поменять отцу авто. Каждый Новый год я хочу быть рядом с той, что мечтает быть со мной и подарит мне любовь.